Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біз осы кладоискатель жұмысын жасайтын боламыз, яғни 3-ші уровеньға жетіп, тезірек кладоискательден жақсы ақша табатын боламыз. Және де қалай кладоискатель жұмысын жасау керектігін үйрететін боламын. Ал ендеше көп созбай біз видеомызды бастайық. Және де достар, мен арнамда 2000 подписчик, азық подписчик қалды, так что көбірек лайк басып, көбірек подписываться етіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. И короче достар, алдыңғы видео осы жерден аяқталған болатын, ал бізде қазір тезірек курьер жұмысын жасап, осы посылканы алып, последний Дядя Михалычтың заданиесін бітіретін боламыз. Міне біз осылай Дядя Михалычтың заданиесін бітірдік. Ендігі кезек достар, мына жақта мен банктан, короче, осылай открыть новый счет деп басып, жаңадан счет ашып, сол арқылы квестті орындап жатырмын. Қазір біз жаңадан счет ашамыз, қазір бизнесмен деп жазамыз, яғни ағылшынша түрде бизнесмен деп жазайық. Так, так, все. И далее деп басамыз, бізге 5000 рубль және де 1 XP берді. Қазір біз ары қарай Дядя Михалычтың заданиесін бітіргеннен кейінгі квест деген заданияларды бітіреміз. Короче, солар арқылы уровенімізді көтереміз. Мероприятияға кіріп алғасын ғой, короче, мына жақта мен конкискимен жүрмін, яғни ана Энзо деген промокод арқылы. Короче, қазір бар ғой бір конкидің түрімен, сосын бір что-то бір музыка есіме түсіп кетті. Қазір сіздерге көрсетемін осы музыканы. Flip, flap, flooba dooba blop, a flooba dooba beep, oh flop. Flip, flap, flooba dooba blop, a flooba dooba blop, oh blop. Flip, flip, flap, flooba dooba blop, flooba dooba beep, oh flop. Конкимен бәрін айырып алам ба деп ойласам, короче, бәрін қателесіппін, сразу оқып бағасын ғой. Анау адамдар азайғаннан, сосын что-то хпам азайғаннан ба, сразу оқып қалдым. И осылай рукамен осы заданияларды орындап жатырмын, БП задание. Короче, БП заданиемен нормально көтеріп алуға болады. Так что сөйтіп осылай Дядя Михалыч сияқты бір жұмыстарды жасап жүрсек болады. Нормально, короче, солай. Короче, қазір бізде не аламыз? Мына жақта міне барлығы бар, и бізде мына жерден қазір так, қайда кетті? Букет цветов па? Я букет цветовты алдық. Все, достар, 150 рубль алдық. Енді қазір соны біреуге подарить ете саламыз. Блокбастағы благотворительность деген жұмысты бітірдім. Жұмыс дегенде сондай задание, и бізге сол үшін 5 XP берді. Кайф болды ғой, короче, 3-ші уровеньға тез жетіп аламыз, короче, бүгін. И сосын кладоискатель жұмысын жасаймыз. Короче, спецназ сосын против ОПГ деген, короче, бір МП-ға кіріп алып мероприятияға. Енді қазір сол жақта флип-фляп боламыз деген десем, сразу ұрып бағасын ғой. Қайттан флип-фляп болуға, қайттан келгесін ғой, короче, бұл жол точно флип-фляп болайын деп тұрмын ғой. Шашылып жүрген білесің ба? Бәріміз бардық қой. Ой, шеш. Сол кезде Достар, ары жалғастыра берейік. МП-дан қайта-қайта ұтыла бердік қой. Короче, қазір кладоискатель жұмысын жасауға келсем, мына жақта, эй, ты вообще знаешь, что такое лопата и металлоискатель деп келіп тұр. Короче, 24 жетеге барасың, лопата и металлоискатель аласың, сонымен кладоискатель болып жұмыс істейміз, короче. Керекті жерімізге де келдік. Енді достар, скорость қол қоямын. Енді қалай істеу керектігін бәрін өздеріне үйренесіңдер деген ойдамын. Короче, қазір осылай бізге осылай береді, қолымызға бір нәрсе, и сонымен жұмыс істейміз, короче.
қайтадан болмай жатса да МП-ға кіріп аласың ғой. Короче, осы жерде админ бізді қадап кетеді ғой. Ана жерден секіресің бір нәрсе деп. Ойбой, шеш.